Gyrolarman dayındau үшін 150 граммдай ет аламыз, 3-4 порция шығады бұл ет. Бұған үйімізде бар тағамдармен, мынау үйімізде бар капуста қосамыз, болгарский перец, чеснок, пияз, морковь қосам мен, мынау красный болгарский перец. Қазір етімізді турап, оны мариновка жасаймыз. Мариновка жасағанда кристалл саламыз. Bir чуть-чуть крахмал, на соя қосамыз китайский. Сонымен мариновка жасап қоямыз бір 25 минуттай. Бағет тураймыз бұлай бюролагманға, морозилкаға қатырып, жұқа. Салиха чеснокты турап жатыр. Салиха не қосып жатсың? Чеснок, кристалл. Енді етті маринаттайсың ғой? Иә, маринаттаймыз. Мынау крахмал кішкене деп мынандай қосамыз. Крахмал қанша қостың? Кішкене мен көз мөлшермен бір 2-3 порцияға, мынау енді 2 чай қасықтай қостың, иә? Чай қасықтай кішкене. Соя қосамыз. Соя соусты қосасың қазір. Көз мөлшермен, иә? Бір 2 қасықтай қостың ау деймін. Жарты сағаттай маринаттаймыз. Негізі басай қосу керек, Салиха айтады, басай қосу керек дейді. Менде басай жоқ, қазақтың үйінде басай болмайды. Қазақтың үйінде капуста болады. Сондықтан қазір Салиха капуста қосып жатыр. Жоқ десем, кабачок бар екен. Салиха міне кішкене май құйды. Минуттай етті қуырып алғаннан кейін Салиха томат қосты. Салиха пияз бен чеснокты бірге қосып қуырып жатыр. Енді қазір приправа қосады. Приправаны өздеріңіз білесіздер. Дәміне қарай, дәмін татып көріп отырып қосасыздар. Салиха мынаны қанша минуттай? 3 минуттай қуырдың, е? Кабачок пен капуста салғаннан кейін 1-3 минуттай қуырды. Бұл гуру-лагманның міне подливы дайын. Қараңыздар, қандай керемет. Етін дәмін көрдім, еті өте керемет дәмді. Guru Lama.